түрік самсасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға 600 грамм ұн, өте салқын 300 грамм маргарин қажет. Екеуін қолмен үгітіп, яғни өгілмелі қамыр дайындап аламыз. Басқа ыдысымызға салқын 110 грамм су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 10 грамм ашытқы мен 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Және алдыңғы массамызға қосып, біріктіріп, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған қамырды иі қанғанша 10-15 минут бетін жауып қоямыз. Ол дайын болғанға дейін салмасын дайындап алуыңызға болады. Енді дайын болған қамырымызды астыңғы бөлігіне, үстіңгі бөлігіне ұн сеуіп, яғни рулет қылып жасаймыз. Енді дайын рулетті кемінде 20 шақты бөлікке бөліп аласыз. Және әр бөлінген бөлігін домалақ форма жасап аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді самса жасаймыз. Домалақ формамызды алып, ұн сеуіп, қамырды қалың қылып та қатты жіңішке қылмай, орташа мөлшерде жайып аламыз. Яғни жұқалығы видеода көрсетілген. Енді осыған 400 грамм ірімшікті үккіштен өткізіп, салмасын дайындап аламыз. Дайын қамырға салмасын салып, кәдімгі құймақ орағандай ораймыз. Яғни екі шетін бекітіп, бірінші ораған уақытта ораған жеріңізді жақсылап бекітіп алыңыз. Себебі салмаңыз піскен кезде еріп сыртына шығып кетуі мүмкін. Дәл видеода көрсетілгендей қалған бөліктеріне де дәл осылай самса қылып дайындап аласыздар. Мінекей дәл осындай форма жасайсыздар. Және дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша мак, кунжут сеуіп шығуыңызға болады. Және пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Араларын жиі орағандықтан бұл самса, яғни қатпарлы, өгілмелі, сондай дәмді болып піседі. Мінекей піскен түрі түрік самсамыз дайын. Өте жұмсақ, дәмі тіл үйіретін самсалар. Ас болсын, назар аударғандарыңызға рахмет.